Солтүстік Қазақстан облысы бойынша бүгінгі таңда 141 мыңнан астам адам зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді алады. Олардың ішінде зейнеткерлердің саны 101 мыңнан асады. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2027 жылға дейін ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерін ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-нан 70%-на дейін, ең жоғарғысын 100%-дан 120%-ға дейін кезең-кезеңмен жеткізіледі. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап ынтымақты зейнетақыны есептеу үшін ең жоғарғы табыс көлемі 46 айлық есептік көрсеткіштен 55 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылатын болады. Ұсынып отырған шаралар 2025 жылға қарай жиынтық зейнетақыны орта есеппен 27%-ға өсіруге және жиынтық зейнетақыдағы мемлекеттік төлемдердің үлес салмағын арттыруға мүмкіндік береді. Осылайша мемлекет жинақтаушы зейнетақы жүйесіне көшу кезеңіндегі зейнеткерлерді қолдау міндеттемесін өз мойнына алып отыр. Жасы және еңбек өтілімен байланысты зейнетақы төлемдерінің мөлшері қаңтардан бастап 10,5%-ға артады. Сонымен қатар мүгедектігі бойынша асыраушысынан айырылуы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері күнкөріс минимумының өзгеруіне байланысты жоғарылайды. Мысалы, бірінші топтық мүгедектік бойынша жәрдемақы мөлшері заңға сәйкес 1,9 ең төменгі күнкөріс деңгейін құрайды. Биылғы жылы ол 71.787 теңге болса, келесі жылы 77.889 теңге құрайтын болады. Және 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің ұлғаюына байланысты бірінші және екінші тізім бойынша мемлекеттік арнаулы жәрдемақы, бала тууына байланысты бір жолғы жәрдемақы, бала күтімі бойынша жәрдемақы мөлшері, сонымен қатар арнайы мемлекеттік жәрдемақы мөлшерлері, сонымен қатарына көп балалы жанұяларға төленетін және көп балалы аналарға төленетін жәрдемақы мөлшерлері арттырылатын болады. Осылайша республикалық бюджет туралы заңға сәйкес 2023 жылдың 1 қаңтарынан айлық есептік көрсеткіш мөлшері 3450 теңге, ең төменгі зейнетақы 53076 теңге, күнкөріс деңгейі 40567 теңге және базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 24341 теңгені құрамақ. 2023 жылы міндетті әлеуметтік сақтандыру қорында да төлемдердің мөлшері жыл сайын артып келеді. Ай сайынғы әлеуметтік аударымдарды жұмыс берушілер мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына өз қызметкерлері үшін ең төменгі жалақыдан кем емес мөлшерде төлейді. Бұл ретте әлеуметтік аударымдар міндетті зейнетақы жарналары сияқты қызметкердің жалақысынан ұсталмайды, бірақ жұмыс берушілердің қаражаты есебінен төленеді. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан еңбекке қабілеттілігінен айырылу жағдайына және асыраушысынан айырылу жағдайына бойынша төленетін әлеуметтік төлемдердің мөлшері 23 жылғы 1 қаңтарынан бастап 8,5%-ға өседі. Бала 1,5 жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемнің мөлшері бала күтімі бойынша берілетін мемлекеттік жәрдемақы мөлшерінен аз болмауы тиіс. Міндетті зейнетақы жарналарының қосымша есебі ескеріле отырып, мемлекеттік жәрдемақы мөлшеріне дейін ұлғайтылады. Сонымен 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап табысты ауыстыру коэффициенті орташа айлық табыстың 45%-ын құрамақ. Өзгерістер халықаралық стандарттарға сәйкес енгізілді. Дана Асылханқызы, Дамир Ескендіров, Первый Северный телеарнасы.